Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін сабағымыз компьютерлік жүйелер және желілер бөлімінің екінші тақырыбы интернетке тәуелділік проблемаларын талқылау. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз интернетке тәуелділік деген не? Интернеттегі қауіпсіздік ережелері. Қане енді ойланайық. Интернет деген не? Эргономика дегеніміз не? Эргономиканың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Біз интернет ұғымымен төменгі сыныптардан бері таныспыз. Интернет біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Интернетті біз ақпарат алмасу, хабарлама, хат жіберу үшін және басқа да мақсаттарда қолданамыз. Интернетте жұмыс барысында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек екенін қарастырайық. Интернетте жұмыс істеу барысында сақталатын қауіпсіздік ережелері. Интернетте ұзақ отырып пайдасыз істермен айналыспа. Онлайн таратылатын ойындарға қосылма. Интернет мәліметтерін қолданғанда міндетті түрде ақпарат көзін, оның авторын немесе сайтты көрсет. Әлеуметтік желілерді қолданғанда мәдениетті бол. Өзгенің атынан хабарлама жазуға, өзгенің паролін бұзуға талпынба. Интернетке тәуелділік деген не? Қазіргі таңда интернетке тәуелділік әлемдегі ең басты мәселелердің біріне айналып отыр. Жасөспірімдер мен оқушылардың көпшілігі бос уақыттарын компьютерлік ойындар ойнауға және желі арқылы достар тауып араласуға арнайды. Осылайша уақытын интернеттегі видеожазбаларды көріп, қажетсіз берілген ақпараттарды тыңдап өткізетін қолдаушылар да аз емес. Мұның бәрі интернетке тәуелділіктің бастапқы белгілері. Сондықтан мұндай тәуелділікке бой алдырмау үшін интернетті қолдану уақытын шектеп отыру қажет. Интернетке тәуелділік адамның мінез-құлқының бұзылуына қалай әсер етеді? Яғни, өтірік айту, тіпті қылмыстық әрекеттерге бой алдыру, агрессивті мінездер пайда болады. Көңіл күйі нашарлап, басқа адамдармен психологиялық келіспеушіліктер орын алады. Айналада болып жатқан оқиғаларға шынайы өмірге көңіл аудармай, тек виртуалды әлемді ғана ойлайды. Адамдармен араласпайды. Сөйлесуден бойын аулақ ұстайды. Қоғамдық орындарға бармайды. Достарымен, жақындарымен аз араласады немесе мүлде араласпайды. Интернетке тәуелділік отбасылық қарым-қатынастарға кері әсер етеді. Жасөспірімдердің ата-аналармен тіл табыса алмауы жиілейді. Жасөспірімдер үй тапсырмасын орындаудың орнына бос уақытын қажетсіз сайттар мен чаттарда өткізіп, ойын ойнауы олардың оқу үлгерімдерінің нашарлауына алып келеді. Енді осы интернетке тәуелділік проблемаларын шешу жолдары қандай? Интернетке қолдану уақытында үнемі бақылау керек. Виртуалды әлемге аз уақыт бөліп, сыныптастарыңмен, туған-туыстарыңмен көбірек қарым-қатынас жасап, араласу керек. Бос уақытында таза ауада серуендеп, спортпен айналыс. Интернетті тек пайдалы ақпараттар алуға пайдалан. Тәуелділікті тудырмау үшін күн тәртібін жасап, уақытыңды үнемі тиімді жұмсау керек. Интернетке тәуелділіктен аулақ болып, ақпараттық технологияларды тиімді қолдануға дағдылану үшін пайдаланушылар өз бойында компьютерлік мәдениетті қалыптастырып, өзін-өзі тәрбиелеу керек. Тәуелділікті шешудің ең қарапайым жолы шығармашылықпен айналысу, салауатты өмір салтын ұстану, табиғат аясында серуендеу, сурет салу, немесе ұлттық ойындар ойнау. Міне қызық. Интернетке тәуелділікті анықтау үшін Атырау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары интернетсіз 24 сағат атты зерттеу жұмысын жүргізген болатын. Жоба барысында оқушылар ұялы телефон қолданбай 24 сағат бойы интернетке кіруден бас тартты. Сабақтан тыс уақыттарында олар әдеттегідей әлеуметтік желілерде отырудың орнына әртүрлі қызықты істермен айналысқан. Бұл жоба арқылы оқушылар қаншалықты интернетке тәуелді екендерін өздері түсінген. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымыздан алған ақпараттарыңызды жинақтап, интернетке тәуелділіктің зардаптары қандай болуы мүмкін деген сұраққа өздеріңіздің ойларыңызды төмендегі комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.